Осыған дейін келісі 350 теңгеден сатылған қанттың құны қазір сауда нүктелерінде 700-800 теңгеден саудалануда. Жетісай аудандық кәсіпкерлік бөлімінің айтуынша, орын алған жағдай өндірушілердің бағаны көтеруіне байланысты. Сондықтан көтерме бағада өскен дейді. Жағдайдан толық хабардар болу үшін біздің түсірілім тобы ауданымыздағы сауда орындарын аралады. Азық-түлік өнімдерінің бағасы күн сайын құбылып жатқаны баршаға аян. Қазір жеміс-жидек пісіп, бағасы түсіп жатқанымен, қант бағасының бірден 700-800 теңгеге көтерілуі тұтынушылар үшін түсініксіз. Қысқа азық-түлік қорын қамдау уақыты басталғанда қант бағасының қымбаттауы жыл сайын қайталанатын үрдіс дейді тұрғындар. Дегенмен қант тапшылығын сезінген олар баға бұдан да артық көтеріле ме деп алаңдаулы. Азық-түлік бағасына көңіліңіз тола ма? Негізі азық-түлік сатып алмайды екен. Мүлдем? Мүлдем. Мен вообще базарламаймын. Негізі қанттың бағасының өсуіне хабарласыз ба? Көтеріліп жатыр, естіп жатырмын, көтеріліп жатыр деп. Қысқа уже дайындық басталды ма сіздерде консервілеу? Енді көпшіліктің айтуы бойынша енді биыл варенье жемейміз дейді ғой енді. 2 апта алдын мен 13.500 теңгеге 25 килолық құмшекер алдым да, енді күні кешегіде Кировтен менің қасымдағы апайым 18.500 теңгеге қымбаттап кетті 2 аптаның ішінде. Ол неге байланысты екен білмедім. Өзім Сарыағашта тұрамын. Жетісайға қонаққа келгенмін. Неге мұна Жетісайда мен ойладым арзан шығар деп. Қант, ұн бәрі жақта көтеріліп кетіп жатыр. Халыққа қалай сіздер рұқсат беріп отырсыздар осыны көтеруге? Мысалы, магазиндер, бутик бәрі жақ қымбат. Олар өздері көтеріп жатыр ғой. Негізінде айтып жатсыздар ғой 7 жылға дейін қант жетеді деп. Действительно бізде айтылып жатыр. Времяда да айтып жатыр. Бір аптадан кейін орнына келеді дейсіздер. Келмейді, наоборот көтеріліп кетіп жатыр. Осы неге қолға алмайсыздар? Қанттың бағасының күрт өсуіне негізі хабардарсыз ба? Жоқ. Мұшым хабарым жоқ. Қант, басқа. Үйіңізге азық-түлік апарасыз ба? Жоқ, апармаймын. Жалғыз басты ана үшін 700 теңге әлдеқайда ауыр негізі, иә? Енді жалпы азық-түлік бағасына көңіліңіз тола ма басқа да? Толмайды сол, иә, барсақ түк болмайды, бала-шағама жетпейді, анаймен мұнайға бала-шағама жетпейді. Қанттың бағасының қымбаттауына өзіңіздің пікіріңіз қандай? Қымбатшылық болып кетті қазір. Айлықтың түрі мынау айлық көтерілді дейді, бірақ әлі көтерілген ештеңе жоқ. Қант ұшып кетті ғой қазір бағасы. Жалпы хабардарсыз ба қанттың қымбаттауына? Көп нәрсе қымбаттап жатыр. Бірақ айлық көтерілмейді, көп нәрсе қымбаттап жатыр. Азық-түліктен де. Банкі жауасыз ба негізі? Иә, осы неде шекерді бізде сатпай қойды да. Банкі жабуға алғамыз 2 килодан артық сатпай жатыр. Қаншаға алдыңыз? 650-ден. Бұрын қаншадан алып жүргенсіз? 580-ден алдық. Бағаны түсірсе жақсы ғой, оның бәрі оттовиктердің, жаңағы солардан, базардың адамдарымен сөйлесіп соны істеу керек та оны. Қарапайым халықтың, конечно, 700 теңгеден қалтасына ауырлық бар. Арзан болғаны барлығымызға жақсы ғой. Тұрғындардың осы өкпе назына қарай сауда нүктелерін аралағанымызда кейбір дүкендерде қап-қабымен қант тұрса, ал кейбір сауда орындарында өзге тауар самсап тұрғанмен қантқа арналған сөре бос. Кәсіпкерлер бөлімінің басшысы қанттың бағасының күрт өсуін геосаяси ахуалға байланысты деп санайды. Бізде мына Тараз қаласындағы шекер зауыты бар, және де Ақтөбе қаласында. Бұл заводтардың өндірістік қуаттылығы толыққанды қамтылмаған, себебі өздеріңіз білесіздер, геосаяси ахуалға байланысты Ресей тарапынан бізге сол заводтарға қажетті шикізат, яғни қызылша дейміз ғой, қызылша Ресейден қазір бізге толыққанды келіп жатқан жоқ. Сондықтан Тараз қаласындағы завод ол өзінің өндірістік қуаттылығына шыға алған жоқ биылғы жылы. Осы себептерге байланысты және де Ресей өзіндегі өндірілген шекердің, құмшекердің сыртқа шығарылуына, яғни экспорттауына тыйым салған болатын. Соңғы уақыттағы қант тапшылығына мәлімдеме жасаған сауда министрі шекер құнының көтерілетінін мойындап отыр. Дегенмен дүрлігуге негіз жоқ дейді Бақыт Сұлтанов. Ал жағдайды пайдаланып қалтасын қампайтқысы келетін алып сатарларға министр қатаң ескерту жасады. 1,5-2 айлық қор әрқашанда бар. Сондықтан ешқандай ажиотажбен жүгіріп барып сатып алуға ешқандай жағдай жоқ. Бұны осыған шақырамыз. Ал енді мына сатып алушылар, делдалдар осыны қолданып бағаны көтеріп отырса, біз олармен жұмыс істеп отырмыз.
Мамандардың сөзінше қазіргі уақытта үкіметте қазақстандық зауыттардың қант өндірісін арттыру мәселесі қаралып жатыр. Айта кетейік, елімізде қанттың жылдық тұтыну көлемі 582 мың тоннадан асады. Оның 50-55% өнеркәсіптік қант өндірушілер, кондитерлік өнімдерді, алкогольсіз сусындар мен шырындарды өндірушілер тұтынады. Балмұздақ дайындап сатумен айналысатын жеке кәсіпкер қант бағасының күн сайын өсуіне өз наразылығын білдірді. Мороженое сатамыз. Февральде, мартта бастаған кезімізде 8 мыңнан алдық. Қазір 18 мың 750 теңге болып жатыр. Бір қапқа 10 мың 750 теңге көтеріліп тұр. Бір қап 25 килоға. Енді не істейміз білмеймін. Ол еші жоқ. Бір қаптан артық бермейді. Біз мороженое сатамыз енді. Одан артық не істейміз? Былтыр 150-ден сатқанбыз вафлиді бір кішкентайсын. Биылда 150-ден әзір 200-ге көтерген. 50 теңге көтерілді. Бұл шекер 2 есе көтеріліп тұр. Мысалы, барлық нәрсесі қосатында российский келеді, басқа келеді. Олардың бәрі 2 есе көтеріліп тұр. Ал шекер вообще көтеріліп тұр. Өзіміздің шығатын нәрсе ғой, мысалы, Жамбылский шығып жатыр. Әзір көріп келдім, рахатқа бардым, 36 мың. Бүгінгі сена деп жатыр, 50 килограммды да. Бірақ ертеңгі сенаға біз жауап бермейміз. Ертең қандай болатынын дейді. Қант төңірегіндегі қалыптасқан жағдай осы, нарықтың енді қалай құбылатынын дөп басып айтып отқан ешкім жоқ. Лаура Бақытжанқызы, Нұржан Сейдазимов, ақпарат, Жетісай ауданынан.